Бәріне сәлем. Егер үйіңізде тігін машинаңыз бар, киім тігуді үйренгіңіз келіп жүрген болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл видеода мен сіздерге көйлек курсына толық шолу жасайтын боламын. Онлайн курстың авторы ретінде өзімді таныстыра кетейін. Мен Айырбек Гүлхан, бортсерік тігіншімін. 2016 жылдан бастап тігін саласына келіп, қаншама мұғалімдерден білім алып, тапсырысқа киім тіккен, 3 ательеде жұмыс істеп, тәжірибе жинаған тігіншімін. Бұл тігін курсын не үшін түсірдім? 4 жыл бойы бортсерік болып жүріп, арасында тапсырысқа да тігіп табыс табатынмын. Содан кейін 2020 жылы декреттік демалысқа шығып, осы Instagram әлеуметтік желісін қолға алып, блог жүргізіп, әр тапсырысқа тіккен жұмыстарымды пост ретінде сала бастадым. Сол тұрақты түрде блогты жүргізгеннің арқасында әртүрлі жан-жақтан сұраныстар түсе бастады. Ұлттық телеканалдарға шақырту ала бастадым. Біріне барып, бірінен бас тартуға тура келді. Тапсырыстар да көбейіп, жұмыстарымның сапасы оқырмандарыма ұнап, үйретуімді сұрады. Содан кейін бар білгенімді 9 ай бойы жинақтап, осы ауқымды курстан қыздар жан-жақты толыққанды білім алып шығу үшін ең алдымен мазмұнын жасадым. Сол мазмұн бойынша біраз уақыт материалдарды жинап, видео материалдарды рет-ретімен түсіре бастадым. Бұл курста не үйренеміз? Көйлек курсында біз ең алдымен осы тігін саласында білу керек тақырыптарды қозғап, сосын барып күрделі фасондағы 5 түрлі көйлекті бастан аяқ тігіп шығатын боламыз. Көйлек курсының бірінші модулі ұзақтығы 15-20 минуттан тұратын 15 видео сабақтан тұрады. Осы модульдің программасымен танысайық. Ең алдымен бірінші видеода біз киім тігуге ең қажетті заттар тізімімен танысамыз. Көйлек тігу үшін сізде оверлок болуы шарт емес. Оверлоксыз да сапалы тігу жолын осы екінші видео сабақта үйренеміз. Ал егер оверлок болған жағдайда тігіс шетін қалай сапалы өңдеу керектігін үшінші видео сабақта қарап шығамыз. Тек содан кейін барып қана кез келген адамнан дұрыс өлшем алу ережесімен танысып, көйлек немесе кез келген сырт киімді тігу үшін қажетті 15 түрлі өлшемді осы төртінші сабақта үйренеміз. Осыдан кейін бізге лекала базасын құру үшін арнайы формулалар қажет болады. Өзім 7 жыл бойы тапсырысқа тігіп жүрген тексерілген формулалардың не үшін қажет екенін, қай жерде қалай қолдану керек екенінің барлығын осы 5-ші сабақта түсіндіретін боламын. Келесі сабақта біз фигура түрлерімен танысатын боламыз. Алдыңызға келген клиентке немесе жақыныңызға көйлек тіккенде осы фигура түрлерін тез анықтап алып, клиентке жарасымды көйлек фасонын ұсына алатын боласыз. Иығы бөксесінен жалпақтау фигураға қандай фасон жарасатынын, белі айқын емес қыздарға қандай көйлек әдемі тұратынын бәрін осы сабақта суретін салып тұрып түсіндіремін. Бұл материалдардағы ақпаратты өзім 2 түрлі ательеде жұмыс істеп жинағанмын. Содан кейін ғана силуэт түрлерімен танысатын боламыз. Қазір көйлектің түрлері өте көп. Бір көйлек мысалы екінші тері сияқты денеңе жабысып тұрады. Екінші бірі тым кең болып кетеді. Бірін офиске кие алсақ, бірін ашық деп кие алмаймыз. Осы сабақта өзімізге қалаған силуэт формасын қалай беру керектігін үйренетін боламыз. Тек осы сабақтарды өткеннен кейін көйлек лекаласын құратын торды сызып үйренетін боламыз. Әр сабақтан кейін сізге үй тапсырмасы берілетін болады. Сабақтағы ақпараттар есте жақсы қалу үшін 2-3 адамға осы торды сызу тапсырылады және тексерілетін болады. Сөйтіп көптен күткен көйлек базасын ең жылдам методикамен сызып шығамыз. Тек сосын ғана жең сызбасын жылдам сызу сабағына көшеміз. Лекаламызды қайта-қайта сызып жүрмес үшін қалай көшірме жасау керектігін осы сабақта үйрететін боламын. Осы лекала дайын болғаннан кейін ғана матаға көшетін боламыз. Бұл жерде 10 шақты фасонға мата шығынын дәлме-дәл есептеу жолы үйретіледі. Өзім тапсырысқа тіккен кезде клиенттің қалтасынан артық ақша шықпас үшін әр миллиметрге дейін мән беріп есептейтінмін. Жеңсіз көйлектер, кең етекті көйлектер, үсті-асты қосылған, қосылмаған көйлектерге матаны қалай дұрыс есептеуді, солынсы, полынсы деген күрделі фасондарға бірден неше метр алу керектігін бәрін сізге есептеп, жазып, сызып беремін. Бұл сізге өмір бойы қалатын шпаргалка сияқты болады. Не істеймін, неше метр деп айта салайын, туф, мата жетпей қалды деген түсініксіз сұрақтар сізде туындамайтын болады. Осы сабақтан кейін біз мата түрлерімен танысатын боламыз. Қазіргі трендтегі маталар, новичоктарға алуға кеңес беретін маталар, әлі алуға кеңес бермейтін маталар, қандай принттердегі матамен жұмыс деген оңай, қайсысымен қиын деген сұрақтың барлығын осы 14-ші видео сабақта көретін боласыз. Арнайы кесте сызып, қай матаны қалай жуу керектігін, матадағы түстер мен принттерді қалай таңдау керектігін, қандай принттерге бас кезде таңдамау керектігін барлығын айтатын боламын. Тек 100% практикамен, өз тәжірибемен жасалынған осы курстың соңында өзім бас кезде жіберген 10 қателікті де қостым. Сол сабақтан сіз өзіңізге бір қажет ойды түйеді деген ойдамын. Көйлек курсының бірінші модулі енді аяқталды. Тек осы сабақтардың бәрін өтіп барып қана енді көйлек тігуге көшеміз. Миымыздағы 1000 сұраққа жауап алғаннан кейін енді кез келген фасонды тігу жеңіл болады. Ең бірінші жүкті және емізатын аналарға арналған жаздық жұқа кең көйлекті тігетін боламыз. Алдыңғы бойға жасырын замок салудың 3 жолын үйрететін боламыз.
боламын. Жеңін резинкемен таза өңдеуді, мойынды өз матасынан кацайбекі жасап, артқы бойдың мойнына капля жасап түйме қадауды үйренеміз. Етек жақта жиырып тігуді, деңгейлерді көбейтуді, етекті сапалы өңдеуді барлығын осы бірінші көйлектен үйреніп шығатын боласыз. Екінші көйлек қазір өте сұраныстағы фасондардың бірі десек те болады. Бұл көйлекте сіз мойынды қалағаныңызша ойып, кез келген жаға түрін сызып, оны сапалы тігуді үйренесіз. Одан бөлек көйлек алдына түйме, планка жасауды, петля тігу технологиясын меңгересіз. Мойынды аптачка жасап өңдеуді, иыққа көлем беріп, екінші матамен жеңінен жинап тігуді, жеңге воздушная петля жасауды, ішінен сыртынан сапалы тігуді, көйлектің матасы белінен тар, етегінен кең болу үшін қалай пішу керектігін, сол жақ жанынан жасырын замокты қалай салу керектігін осы екінші көйлектің 10 видео сабағынан көре аласыз. Үшінші көйлек бұл бізде офис жұмысқа арналған жинақы фасон. Мойынды қалаған формада оюды, ою кезінде қандай ережелерге бағыну керектігін осы модельдеу сабағында айтатын боламын. Артқы бойдың центрінен жасырын замок салып, оны аптачкамен өңдеуді, выточкалардың жаңа жерге қалай ауыстыру керектігін осы үшінші көйлек видеосында үйренеміз. Ал етегіне ерекше гаде фасонындағы юбканы қосып тігетін боламыз. Сіз бұл көйлекті юбка кофта етіп бөлек тіксеңіз де болады. Қарапайым жинақы жеңді тігуді осы сабақтан үйренетін боласыз. Енді төртінші көйлегімізге келейік. Бұл бізде кең етекті астарлы көйлек. Киімге астар салуды, ішінен де сыртынан да сапалы тігуді, жеңнің жаңа фасонын шығаруды, иықтан түсетін выточканы мойынға қалай дұрыс ауыстыруды, етегіне жартылай күн белдемшелерін, яғни полусонсы, сонсы юбкаларды қалай қосу керектігін осы төртінші көйлекте үйренетін боламыз. Бесінші көйлекте біз трикотаж маталармен жұмыс жасайтын боламыз. Платье на запах фасонын тігеміз, белдік салуды, етекті трапеция етіп ашуды, қос инемен жеңді өңдеуді барлығын осы сабақ видеоларынан көре аласыз. Бұл ауқымды курстың ішіндегі әр фасонның әр бөлігін қалауыңызша өзгерту арқылы 50-100 шақты жаңа көйлек фасонын шығара беретін боласыз. Жалпы осы курс каналында ұзақтығы 15-20 минуттық 60-қа жуық видео сабақ бар. Ішіндегі әр минутта жаңа ақпарат беріліп отырады. Курс қалай өтеді? Авторлық құқықпен қорғалған бұл курс телеграм-каналдың жабық парақшасында сақталынады. Сабақты өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта қарап оқи аласыз. Курс программасы толықтай қазақ тілінде беріледі. Автормен кері байланысы бар бұл каналға қосылу мерзімі шексіз. Қолымнан келеді ме, ине ұстап көрмегенмін, алып кете аламын ба деген сұрақ сізде де туындайтын шығар. Бұл тігін курсына қосылған қыздардың 90% керемет нәтижеге жетуде. Соңғы келген нәтижелердің барлығын қазір экранға қалдырамын. Сізде міндетті түрде оқып, қарап шығыңыз. Курсты аяқтаған соң қалай табыс табуға болады? Көйлектерді арнайы кештерге тапсырысқа тіге аласыз. Ұзату, сырға салу, тәтті шай көйлектерін тігіп, сатсаңыз да, жалға берсеңіз де болады. Ана мен қызы деген нишаны бастап, прокат берсеңіз болады. Нақты аналар нишасын бастап, емізетін және жүкті аналарға арналған көйлектер, комплектер тіксеңіз болады. Отбасы мүшелеріңізге өзіңіз киім тіге аласыз. Таныстарға тапсырысқа тігіп бере аласыз. Курсқа қалай қосыламыз? Онлайн сабаққа 50% бағамен қосылу үшін осы видеоның астындағы арнайы сілтемеден өтіп, ютубтан келдім деп маған жаза қойыңыз. Мен сізге міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Гүлхан, келесі кездескенше.